Ассалаумағалейкум Хансонардың подписчиктары. Алейкум ассалам. Бүгін аңшылыққа елікке келдік. Сағат таңертең 9. 5-те тұрдық па үйде? Аха, 5-те тұрдық. 5-те тұрдық, алысқа келдік. Күн боратыпты, кеше қар жауған, дала қансонар болып тұр. Бүгін демалыс. Ағама рахмет, осылай мені аңшылыққа алып шыққанына. Көп рахмет. Қолдап қоямыз, ағамды лайк басамыз, тіркелеміз. Көбісі тіркелмейді деп ойлаймын шанды. Иә, көреді. Иә, тіркелмей көреді. Сондықтан қолдап, қазақ каналды қолдап, тіркеліп, комментарий жазып, қазақ осылай жігіттерді қолдап жүреміз ағайын. Айбек, сен енді әрдайым видеода айтасың ғой. Не дейсің сол кезде? Көрмей жатып лайк басамыз. Ал, көрмей жатып лайк басамыз. Бүгін дала қансонар болып тұр. Біз тазыларды босаттық. Шамал іштерін тазалап жатыр, олар өздері. Дайындалып жатыр ақырын-ақырын. Таңғы 4:30-да тұрып, дайындалып 5-тен бері дайындалып жатыр. Сонымен боратып кетті, мына жақтар қайта жақсы. Нива менен үйтіп жетті келмеше осы болды. Еліктің маусым жабуға келдік. Иә, еліктің мынау. Енді біз бұл жерге келе алмаймыз. Басқа жерлерде елік жоқ, көбінесе Нива, қызат машина дегендей ғой. Сонымен елік 31 желтоқсанда жабылады. Соған осы бүгін соңғы күн бұйырғаны көреміз. Алсақ алдық, алмасақ осымен қанағат қой. Иә? Аха. Бастысы алу емес, бастысы шығып осы мерекені тойлату ғой біздікі. Қанағат қарын тойдырар. Иә. Тазыларымыз мында жарап тұр, Алла қаласа алады деген ниеттеміз. Бастысы шығарсақ болды ғой енді. Алланың бұйырғанына қарай ауа райы тамаша болып тұр. Кеше қар деген сұмдық жауған тұғын. Қазір үйден жаңа таңертең тамақ ішкен жоқпыз, соған шамалы жүрек жалғап алайық. Мынандай мамкам пирожки, мамкам. Иә. Тәтенің пирожкиінен орып алайық. Бисмилля деп. Мықты пирожки ғой. Мұндай бір адам жасау біледі мұндай пирожки. Капустамен. 100% келсем ғой. Бүгін Айбек екеуміз мына жаққа келейік ба? Кеше күн боратқаннан кейін қорқақтадық негізі. Жарайды, нар тәуекел деп. Кім тәуекел етпейді, сол мұратқа жетпейді деп тәуекел еттік қой бүгін. Алла қаласа көреміз енді. Ал басталды аңшылық. Бисмилля. Міне мына жерде жүріпті. Бірақ ненің ізі жоқ. Еліктікі жоқ. Жүркірейт неде болса. Еліктің ізін тауып алсақ болды бізге. Аха, қоян түлкі. Анау менікі кәдімгідей немен жүр, нейтін еді. Біраздан бері шықпаған. Ал, абоқ. Давай. Ал біреу. Тыпыр етпей жүріп отыр көрек, қатты сөйлемей. Әзірше қоян мен түлкінің ізін ғана көріп білетірім. Жалғыз қабанның ізі. Бұлай қарай жүрген.
Шумай сондай. Аха, көрдім. Аха, еліктікі. Ақырын сөйле, ақырын сөйле. Қоян. Бәні тағысылар бітші шығарып тастап отыр. Айбек, былай жүресің бе, мен былай жүремін. Мына ізбенен сен сыртпен жүріп отыр. Ол сояқта қайтқан айналған. Аяқта сөйерде ана жер. Әрі қарай кірген ау деймін. Түсінбедім что-то. Нақара. Екеу жатқан. Қашан тұрып кеткен, шамал жатқанда тұрып кеткен ғой. Түнде шамал жатқанда таңертең жай кеткен ғой қайта. Мынауға міне. Қайдан кетті ғой. Жаңа ол ана жақтан келгеніміз болды ма, кеткенсіз қайта соғысқа кеткен жоқ па? Мына жаққа қарай кеткенсіз көрмедім. Мана сен келген жаққа кетіп қалған шығар. Ары қарай кеткеніңіз болса шақырасың ғой. Шетімен жүрсек қарай бер екен. Дайындал, қазір шығады. Өйткені мынау лайка кәдімгідей дауыл таппай бүкіл жерді тінтіп келе жатыр ғой. Мына еліктіңізді қарасаңыздар. Міне, былай қарай жүрген, мынау былай қарай жүрген.
Бисмилля, Аллаху акбар. Бисмилля, Аллаху акбар. Haydi. Естіп атсың ба, Айбек, алдым біреу. Молодец, таусылсың. Молодец, братан. Бисмилля, Аллаху акбар. Достар, аңшылық шығып бастағанымызға 35 минут болыпты. Болды, келе бер ол. Естідің ба, қай жерде екенімді? Келе бер мұнда! Достар, бүгінгі күн андай ауа райымен 35 минуттың ішінде елік, міне, Аллаға шүкір. Өзім аттым, өйткені мынаның ішінен алу мүмкін емес енді. Ар жақтардан былай қашып бара жатса, тазыларға жіберуге болушы еді. Ей, жат! Міне. Орғашы, ешкісі екен. Ай, молодец, міне, найда. Так, мына жерде көк арлан. Мынау менің грейім жақсы көретін. Ең осы жерде ең фаворит грей. Әбекеңнің грейі. Мынау міне одан кейінгі грей. Бұлардың аттарын білмеймін енді. Бұл әлі ашылмай тұр, бірақ жүгірісі деген керемет, бірақ әлі андайсы. Әккілігі жетпей тұр, дұрыс ауызданбай тұр. Ан жақта, міне лайка. Кел, молодец. Міне лайка алып шықты, көрдіңіздер ғой? Алып шыққан осы, өйткені артынан жүгіріп шыққан осы. Мә, өткізіп ала жаздадың. Лайк алып шықты ақыры. Қана? Құтты olsun. Дұрыс. Ал, елікті. Бүгін айттық қой мана. Кім тәуекел етпейді, сол мұратқа жетпейді дедік пе? Алдық, мұратымызға жетіп. Айттың ғой, мана сезіп тұрмды братан, бүгін бәрі салып. Иә. Кезекпен кезек тартып келе жатырық. Тоқта, демалып ал. Ал, достар, міне елігімізді сойып алдық. Мұнда тұр, әні. Қалай? Бек. Тамаша, жақсы болды ойдағыдай. Мақсат орындалды. Ойдағыдай болды бәрі. Осы жаққа келгенде іште сезбек. Ойдағыдай болды аңшылық. Жақсы болды, жақсы демалып қайттық бүгінгі демалыс. Ауа райы бұзылайын деп тұр, қар жауып, шамалы боратайын деп тұр, сондықтан үйге ертерек қайтамыз. Бәрі тамаша болды. Аңшылықты осымен еліктікін жабамыз. Ертең тәуелсіздік күні. Барлықтарыңызды тәуелсіздік мерекелерімен құттықтаймыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш бола берсін. Тек қана алға. Бірлігіміз әрқашан ажырамасын. Осылай қазақтар бір-бірімізді қолдап жүре берейік. Ал сонымен қатар менің өзімнің көрермендеріме барлықтарыңызға сәлем. Көршілес мемлекеттерге, бүкіл көршілес мемлекеттерге барлығы жазып жатады. Өте көп жазатын Қарақалпақстаннан, Қырғызстаннан сол кісілерге алғысым шексіз. Сонымен қатар және Ақшатаудың тумасы Еркебұлан бауырымызға сәлем жолдаймын. Алдында братан менде де сұраған.
57 шақты жігіттер. Соларға бізге дұғай айтып қойсайшы деп ше. Сондықтан өзіміз сияқта істейміз. 57 шақтың жігіттеріне сәлем. Шығыс жезқазған кеніші. Барлықтарыңыз көріп отырсаңыздар, лайк басыңыздар. 57 шақты. Ал достар, сонымен бүгінгі аңшылық осы. Барлықтарыңызға ассаламу алейкум. Шух!